Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк кемелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Күйеулері хиджаб кимеген үшін әйелдерін өлтіріп жатыр әнші. Әйелімді хиджаб киюге мәжбүрлеймін. Күйеулері хиджаб кимеген үшін әйелдерін өлтіріп жатыр, деді әнші Ұланғасыр Хами. Ер адам өзіне жауапкершілік алады ғой. Үйленгеннен кейін ақыретке дейін әйеліне де сен жауаптысың сұраласың. Егер хиджаб киіп дұрыс жүрмейтін әйел болса, үйленбей-ақ қойған дұрыс. Әйелін өлтіріп қойды дегеннің бәрі хиджаб кимегеннен басталған шаруа. Ұстаздар баяғыдан айтып келе жатыр. Әйелі санын жалтыратып көшеге шығады, күйеуі оны естиді де барып өлтіріп қояды деген сияқты, дейді Ұланғасыр Хами. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.